Менің балам шетелде оқып жүр деген любой ата-ана үшін престиж, я. Дәл солай менің студентім Шолпан дәл қазір Европада үй саяхаттап, үй оқып үлгеріп жүр. Негізі Шолпан бізге келместен бұрын біліміне 1,5 миллионнан аса ақша жұмсап, бірақ сонда да ағылшын тілінде еркін сөйлей алмаған. Қорқыныш болған. Дәл солай Польшаға түскен кезде де, мүмкін сол Польшаға түскен кезде еркін сөйлеп кететін шығармын деген ойының қате болғанын осы SMS-тен көруге болады. Пре-апр курсына қатысқаннан кейін Шолпан небәрі 1,5 айдан кейін уже Польшадағы группаластарымен сөйлесе бастады. Дәл осындай видеоларды жіберіп, бізді үнемі қуантып жүретін. Апай, сіздің сабағыңыздан кейін қазір Европада андай қорқынышсыз, кез келген нәрсе қате болса да, дұрыс болса да сөйлеуге қорықпай сөйлей аламын да қазір. Бағана зарядкамды тастап кеттім, мамам зарядка керек болды да, қайтып сұрайын, кімнен қайтып сұрайын, do you have charger деген сияқты сұрадым да. Yes деп ойлаймын, мен сөйлей алады екенмін ғой деп қуанып кеттім ғой. Элементарный нәрселерді білмейтін едім да қазір. Емін-еркін сөйлеу деген мен үшін қазір андай достижение болып тұр, күшті болып тұр. Сонымен қатар, уже курстың соңында Шолпан бізге мен осы ағылшын тілінде еркін сөйлеу деген қорқынышымды жеңдім. Кез келген елде, Европада қай елде жүрсем де, спокойно ағылшын тілінде сөйлей аламын деген видео пікірінде жіберді. Пре-апр курсынан кейін емін-еркін Европада ешқандай қиындықсыз сұрақтар қойып, кез келген адаммен сөйлесе аламын, кез келген ситуациядан шыға аламын. Дәл солай сіз де ағылшын тілінде еркін сөйлегіңіз келсе, курс актуальныйына өтіңіз.